Сіздермен құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 6 сыныпқа арналған екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шешу болып табылады. Сабағымыздың мақсаты екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілі арқылы шешуді үйрену болып табылады. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шешу үшін мына нәрселерді ескергеніміз жөн. Жүйедегі теңдеулердің айнымалылардың біреуін коэффициенттері қарама-қарсы сандар болатындай әр теңдеуді көбейткіштерге көбейту керек. Одан кейін жүйедегі теңдеулерді мүшелеп қосып, бір айнымалысы бар теңдеуге айналдыру керек. Шыққан теңдеуді шешіп, айнымалының мәнін табу керек. Одан кейін барып, осы айнымалының мәнін жүйедегі бір теңдеудегі орнына қойып, екінші айнымалының мәнін табуымыз керек. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулердің ішінде қосу тәсілін шешілудің үш жағдайы бар. Оның ең бірінші жағдайы теңдеулер жүйесіндегі айнымалылардың біреуінің коэффициенттері қарама-қарсы сандар болса. Яғни мына берілген мысалымызда 3х азайту 2y тең 6, 6х плюс 2y тең 30 деген екі айнымалысы бар теңдеуіміздің плюс 2y және минус 2y, яғни екеуі бір-біріне қарама-қарсы сандар берілген коэффициенттерінде. Ал біз білеміз, қарама-қарсы сандарды қосқанда бізде 0-ді береді. Сол себепті біз оны жазбай кете аламыз. Яғни 3х-ке 6х-ті қосамыз, 9х болады, 6-ға 30-ді қосамыз, 36 болады. Енді ол бізде х-ті тауып аламыз, яғни 36-ны 9-ға бөлеміз. Сонда х-іміздің жауабы 4-ке тең болады. Осы х-тің жауабын екі теңдеудің біреуіне қойып, х-тің орнындағы санға 4-ті қойып, есепті шығарып алсақ, y-ті тауып аламыз деген сөз. Мен екінші теңдеуге қойып көреміз. Яғни 6-ны 4-ке көбейтеміз. Плюс 2y тең 30. Бұдан әрі қарай 2y-ті табатын болсақ, 30-дан 24-ті азайтамыз деген сөз. Яғни 6-ны береді. 2y тең 6. Ал y-іміз 6-ны 2-ге бөлеміз, сонда 3-ке тең болады. Сонда біздің жауабымыз x 4-ке, y 3-ке тең болады деген сөз. Ал екінші жағдай мынадай. Теңдеулер жүйесінің айнымалыларының біреуінің коэффициенттері тең болса. Яғни бұл жерде екеуінің коэффициенттері 2x, яғни бірдей болып тұр. Олай болса, теңдеулерінің біреуінің екі жағында минус 1-ге көбейтіп аламыз. Одан кейін бар теңдеулерді мүшелеп қосу, немесе теңдеулердің біреуін екіншінен азайту керек екенбіз. Екінші теңдеуді минус 1-ге көбейтіп жіберсек, яғни бұл жерде 2х плюс 5y тең 16 ол қалады, ал екіншісін минус 1-ге көбейтіп жібердік. Яғни таңбалар ауысады. Минус 2х, минус 7х тең минус 20 болып. Сонда енді осыны мүшелеп қосып жіберсек, 2х-ке плюс 2-ті қоссақ 0 болып кетеді, яғни жазылмайды. Ал плюс 5-ке минус 7y-ті қоссақ, плюс минус минусты береді, үлкен таңбасы қойылады. Минус 2y тең, ал 16-ға минус 20-ны қоссақ, минус 4 болады. Сонда y-імізді тауып алсақ, минус 4-ті минус 2-ге бөлсек, 2-ның өзі болады. Яғни 2 теріс санды бір-біріне бөлгенде оң сан шығатынын білеміз. Ал енді осы y-те 2-ні біліп алғаннан кейін барып, теңдеудің біреуіне осы санды қойып шығарсақ, x-іміз шыға келеді деген сөз. Сонда біздің x-іміз 3-ке тең болады. Сонда бұл есептің жауабы x тең 3-ке, ал y тең 2-ге болады деген сөз. Ал үшінші жағдайға келетін болсақ, үшінші жағдай былай екен. Теңдеулер жүйесіндегі айнымалылардың ешқайсының коэффициенттері өзара тең емес және қарама-қарсы сандар емес болса екен. Яғни мына берілген теңдеуге қарастырайық. 2х минус 3y тең 4, 7y минус 5y тең 25 деген. Яғни бұл жерде теңдеудің екеуінде де ешқандай сан жоқ болғандықтан біз теңдеудің екі жағында әртүрлі сандарға көбейтіп алғанымыз жөн. Мен былай істедім, яғни 2х минус 3y тең 4-ті 7-ге көбейттім, ал астындағы теңдеуді минус 2-ге көбейтіп жіберейік. Сонда біріншісінде мынандай сан шығады, 14х минус 21y тең 28, ал екіншісінде минус 14х плюс 10y тең минус 50 деген сан шығады. Сонда плюс 14х пен минус 14х бір-біріне қосылып 0-ді береді, әрі қарай есепті шығара берсек болады. Яғни бір айнымалысы бар теңдеулерге келе салады. Плюс 20 минус 21-ге
плюс 10 y-ті қоссақ минус 11 y болады, ал 28-ге минус 50-ті қоссақ минус 22 шығады. Минус 22-ні минус 11-ге бөліп жіберсек, y-іміздің жауап шыға келеді, яғни y тең 2-ге болады. Осы y-ті тауып алғаннан кейін жүйедегі теңдеудің біреуіне қоя саламыз. Яғни x-ті солай тауып аламыз. Сонда яғни бірінші теңдеуге қойып көрдік. Міне бірінші теңдеуге қойғанда біздің x-іміздің жауабы 5-ке тең болды. Сонда x тең 5-ке, ал y тең 2-ге тең болады деген сөз. Бұл есебіміздің жауабы. Жауабын жазған кезде бірінші сан әрға санда x, ал екінші сан y-тікін жазасыңдар. Сонда 5-тен 2-ге тең деген сөз болады. Сабағымызды жақсы түсінсек, яғни қосу тәсілімен екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесін шеше алатын болсақ, мына есептерді шығаруға кеңес беремін. Сабағым түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.